Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін 17 қазан күнделікті репортажымыздың жалғасы. Біз бүгін әріптесім екеуміз 82-ші мектептегі филиалымызға қонаққа баратын боламыз. Мінекей, біз қазіргі таңда 82-ші мектеп қабырғасындағы 154-ші мектептің филиалындамыз. Бұл мектептегі оқушылар мен ұстаздарды білім саласына сынап көрсек. Және де әрбір белсенділік танытқан оқушылар мен ұстаздарға біздің кішігірім сыйлығымыз бар. Сұхбатымызды мектебіміздің директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары Мырзақасымова Анар апайдан сұхбат алсақ дейміз. Және біздің сұхбатымызға атсалысқан ұстаздар мен оқушыларға кішігірім сыйлықтарымыз бар. Ендеше кеттік. Сәлеметсіз бе, біз 154-ші жалпы білім беретін мектептің 10-шы А сынып оқушылары Абдуғожа Сағай және Тұрсынова Наргизамыз. Қазіргі таңда 196-шы мектепте 154-ші мектептің филиалы ретінде жас репортерлары болып табыламыз. Және 154-ші мектеп туралы әртүрлі репортаждар түсірудеміз. Сізге бір азын-аулақ сұрақтар қоя кетсек. Ең алдымен бірінші сұрағын қоя кететін болсам, қазіргі кезде заман талабына сай қандай мамандықтар қосылуы мүмкін деп ойлайсыз? Және де олардың Қазақстан дамуына қосатын үлесі қандай? Енді болашақта қандай мамандықтың дамуын енді уақыт көрсетіп жатар, бірақ қазіргі таңда жаңа IT мамандардың көбейіп, жаңағы дамып жатқаны, IT мамандығының дамып жатқаны көрініп тұр. Бұл жерде жаңағы IT мамандар әртүрлі программаларды ойлап тауып, жаңағы адамдардың біраз жұмыстарын жеңілдетіп жатыр. Енді Қазақстанға қосатын үлесі сол деп ойлаймын. Жаңағы біраз жұмыстар жеңілденеді, программалар, жаңағы приложениялар қосылып жатыр. Ол мұғалімдердің де мысалы жұмысын жеңілдетіп, біраз қолдарын босатып жатыр деп ойлаймын. Және сол сияқты қазіргі таңда әлемдік тіл ағылшын немесе басқа да өзге тіл болу керек деген сияқты сұрақтар талқыға түсіп жатыр. Сіздің ойыңызша әлемдік тіл қандай болуы мүмкін және неліктен? Енді әлемдік тіл ол ағылшын тілі болып қала береді деп ойлаймын. Өйткені барлық жаңағы сауда болсын, басқа да болсын, елшіліктің арасында қарым-қатынас сол бір тілде болғаннан кейін ағылшын тілі болып қалады деп ойлаймын. Бірақ та әр азамат, әр ұлт өзінің тілін сақтап, тілін әрқашанда біліп жүру керек деп ойлаймын. Ұстаздар да, ғалымдар да, ғарышкерлер де, журналистер де барлық ұстаздан білім алады. Осы секілді ұстаз жан-жақты болу керек деген пікірмен сіз де келіседі деп ойлаймын. Осы тұстан сізді сынап көрсек деп едік. Яғни бір өлеңнің бір шумағын немесе қайырмасын айта кетсеңіз қалай қарайсыз? Жақсы. Енді ол пікірге мен расында да келісемін. Енді сынақ ретінде өлең айтып тұрсаңыздар, енді қолға салып тұрсаңыздар айтып берейік. Барадай ауылым көшіп, қызыл жарғай, таң атар шолпан туып сызылғандай, өзім осы әнге қоңырлатып сала бере, көңілім сені ойлап бұзылғандай, өзімнің Бүгінгі біздің репортажымызға үлес қосқаныңызға және біздің сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін өте үлкен алғыс білдіреміз. Және бұл біздің атымыздан сізге кішігірім сыйлығымыз. Құрметті оқушылар, біз номер 154-ші мектептің жас репортерлері боламыз. Және де сіздерге бірнеше сұрақтар қойылады. Әрбір дұрыс жауап берген сұраққа кішігірім сыйлық беретін боламыз. Бірінші сұрақ, отан деген сендер үшін қандай түсінік? Біз туылып, өскен жерімізді отан деп. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, біз номер 154-ші жалпы білім беретін мектептің жас репортерлері боламыз. Және де сіздерге қояр бірнеше сұрақтарымыз бар. Бірінші сұрақ, отан деген сендер үшін қандай түсінік? Отан біздің туған өлкеміз. Біз отанда туып өскенбіз. Бұл отанның бізге отанда ата бабаларымыз сақтап қалған және біз отанды сүйіп қорғап жүруіміз біздің борышымыз. Өйткені отан отбасыдан басталады.
Енді сіздерден отан туралы өлең сұрайтын болсақ, кім отан туралы өлең біледі? Мақатаев отан. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқар тау гүлін сүйем, мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем, бар жәндігін сүйемін жырылдағын. Отан, отан, бәрінде биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтен. Отанды сүюменен күйік екен, отанды сүймегенде. Біз қазір мектебіміздің мұғалімдерінің абайдың қара сөздерін қаншалықты білетінін тексеретін боламыз. Ал ендеше кеттік. Сәлем сапай, сізден Абай Құнанбайұлының қара сөзін білесіз бе? Соны сұрайын деп едім. Мағынасын қайтып айтсаңыз. Абай Құнанбаевтың 17-ші қара сөзін айтып өтсем, 17-ші қара сөзінде ғылым, жүрек, ақыл, қайрат төртеуінің диалогі желісінде айтылған. Бұл диалогта, яғни қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өздерінің адамға жасаған іс-әрекеттерін, қасиеттерімен таласады. Яғни олар бір-бірін жеңе алмайды да ғылымға жүгінеді, ғылымның көмегіне жүгінеді. Ғылым үшеуінің жаңағы таласын тыңдайды да әділ шешім болсын деп жүрекке береді өз дауысын. Яғни жүрек адамның бір-біріне деген бұл сүйіспеншілігі. Жүрек арқылы адам бір-бірін жақсы көреді. Сол арқылы жаңағы ақыл да, қайрат та сол жүрекке бағынады дейді. Яғни үшеуі біріккен уақытта қасиетті адам пайда болады. Сұрағыңызға жауап бергеніңізге рахмет. Ұстаздан шәкірт озар демекші, мектебіміздің ұстаздары қандай білімді болса, оқушылары одан өткен. Оған өздеріңіздің де көздеріңіз жеткен болар. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.